Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1 сынып математика 54-ші сабақ басқа қатырғыштар мен ребустар тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Каналымызға тіркеліп лайк басыңыздар. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Әр мысалдағы үлкен сан жасырылған затты ата. Бірінші мысалға назар аударайық. Әр мысалдағы үлкен сан жасырылған затты ата. Бізге берілген жидектер таңқурай, қара жидек және құлпынай. Таңқурайды қара жидекке қосқандағы бізде құлпынай шығады екен. Мысалы, таңқурайды біз 4 деп алатын болсақ, ал қара жидекті 5 деп аламыз. Сондағысы құлпынай шығады. Құлпынайдың мәні 9-ға тең деп есептейміз. Ал келесі кестеде айырма мәнінде ойша алатын сандарымыз 9, апельсин, алма 5 және алмұрт 4 санына тең екен. Ойша осындай сандарды құрастырып алса болады екен. Бұл жерде ең үлкен санымыз апельсинде 9 саны. Екінші мысалға назар аударып көрейік. Тиісті санды тауып, сиқырлы мысалдарды есепте. Бізге берілген санырауқұлақтарды есептеп көрейік. Бірінші есепте санырауқұлаққа 1-ді қосқанда мәні 4 шығады екен. Яғни санырауқұлақтың мәні нешеге тең екен? Оны қалай анықтаймыз? 4 санынан 1 санды азайтқанда 3 шығады. Ол бізде санырауқұлақтың мәніне тең екен. Ал 3 санырауқұлақ қосу 3 санырауқұлақ 6-ға тең. Келесі мысалға назар аударайық. Санырауқұлаққа 5-ді қосқанда мәні 9 шығады. Санырауқұлақтың мәнін есептеу үшін 9-дан 5-ті азайтамыз. Мәні 4 болады. Ал 4 санырауқұлақ пен 4 санырауқұлақты қосқанда мәні 8 болады. Келесі мысал жапырақ. Жапыраққа 2-ні қосқанда 8 шығады. Ал жапырақтың мәнін табу үшін 8-ден 2-ні азайтамыз. Сонда 6-ға тең. 6 жапырақ қосу 3 саны мәні 9-ға тең. Ал балалар, 3-ші тапсырма топтық жұмысқа назар аударайық. Математикалық ребустар, қандай сандар жасырылғанын тап. Бізге бірінші қатарда берілгеніне назар аударайық. Бізге 3 алманың қосындысы 30 мәніне тең деп берілген. Яғни бір алманың бағасы қанша екенін табу керек. 3 алманы қосқандағы мәні 30 болғандықтан, әр қайсысы 10-10-нан деп есептелінеді. 10 алма, 10 алма, 10 алма, мәні 30 алма. Сонда бір алманың мәні 10-ға тең. Бір алма және бір алмұрттың қосындысы 30-ға тең дейді. Алманың мәні бізде 10-ға тең екенін білеміз. Алмұртты қалай табамыз? Алмұртты табу үшін 30-дан 10-ды азайтамыз. Сонда алмұрттың бағасы 20 болады. Келесі тапсырмамызға көшейік. Алма 3 санына тең. Алма және қосу 1 саны жүзімге тең. Сонда жүзімнің саны нешеге тең екен? Жүзімнің саны 4 санына тең. Келесі алмұрт қосу 1 алмаға тең екен. Алманың мәні 3-ке тең екен білеміз. Алмұртты табу үшін 3 санынан 1-ді азайтамыз. Сонда алмұрттың мәні шығады. Алмұрттың мәні 2-ге тең. Келесі кезекте алма, жүзім, алмұрттың қосылғандағысы мәнін есептеу керек. Бізде алма 3 санына, жүзім 4 санына, алмұрт 2 санына тең екенін білеміз. Барлығын қосқанда қанша шығады? 3 қосу 4 қосу 2 мәні 9-ға тең. Келесі 4-ші тапсырма өзіндік жұмыс. Бос орынға қандай фигура қойылуы тиіс? Шаршыларға назар аударайық. Бізге берілген фигуралар дөңгелек, үшбұрыш және шаршы. Әр қайсысы 3-3-тен берілгенін көреміз. Ал кеттік. Орналастырып көрейік. 3 дөңгелек бар екенін көріп тұрмыз. Кейінгі кезекте үшбұрыш пен шаршыны орналастыруымыз керек. Бізде шаршылардың ішінде 2 үшбұрыш бар екен. Үшіншісін орнатайық. Үшінші үшбұрышты орнаттық. Ендігі қалғаны 2 шаршы. 2 шаршыны да өз орнына орнатайық. Екінші шаршыларға зер салайық. Бізге берілген дөңгелек түсті әр түрлі берілген. Көк, қызыл және жасыл түсті. Ал бос орынды толтырайық. Әр түсінен 3-3-3-тен орналасқан.
көк түсін санап көрейік. Үшеуі түгел, қызыл да түгел, бізде жасыл жоқ. Үшінші жасыл түсін белгілейміз. Ал балалар, 5-ші тапсырма, сен зерттеушісің, мысалдар тізбегін есепте. Тізбек бойынша есептеулерді шығарайық. 70 алма, алманың ішінде 70 саны, 70 санына 20-ны қосамыз, 90 шығады, алманың ішіне 90. Мұндай бір белгісіз санды азайтқанда алманың ішіне 70 шығу керек. Оны табу үшін 90-нан 70-ті азайтамыз, 20 саны шығады, 20-ны толтырамыз. Одан кейін бүйтіп айналымда жүретін 90-нан 40-ты азайтсақ, 50 шығады. 50 санына 30-ды қосамыз, 80. 80-ге 20-ны қосамыз, 100. 100-ден 70-ті аламыз, 30. 30-ды 60-қа қосқанда 90 шығады. Бастапқы санымыз 90. Дұрыс есептедік. Бізге берілген тағы да осындай тізбек. Есептеп көрейік. Алманың ішінде 100 саны, 100-ден 90-ды азайтамыз, 10. Енді алманың мәні 50-ге тең. 50 мәнін шығару үшін 10-ға 40 санын қосамыз. Келесі тізбек бойынша есептейік. 10 қосу 30, мәні 40. 40-қа 50-ді қосамыз, 90. 90-ға 10-ды қосамыз, 100. 100-ден 20-ны азайтамыз, 80. 80-ден 70-ті азайтамыз, 10 саны шығады. Бастапқы санын есептеп тауып алдық. Ал балалар, келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса лайк басып тіркеле кетіңдер.